Садизм және мазохизм деген не, және бұл адамдар кімдер? Адам бала кезде егерде әке шешесінің ит ырғылжыңын, төбелесін, айғай-шуын көп көріп өскен болса, не болмаса әке шешесінен таяқ жеп өскен болса, бұл адам өсе келе тура сондай садист, мазохист болып шығады. Бұндай адамның белгілері: өзінің жан қалауын айта алмайды, адам баласына сенбейді, және де бүкіл әлемге деген ішінде бір өшпенділік тұрады. Сол себепті адамдармен дұрыстап қарым-қатынас құра алмайды, және біреуге сеніп, өзінің ішкі жан дүниесін ақтарып айта алмайды. Өзін қинағаннан ләззат алатын адам, және біреуді қинағаннан ләззат алатын адам. Сол себепті де егерде сіз үйленгелі жүрген болсаңыз, немесе тұрмысқа шыққалы жүрген болсаңыз, сізде осындай қасиет жоқ па, бір қарап алғаныңыз дұрыс. Себебі қанша сіз саналы түрде тату-тәтті керемет отбасы құрғыңыз келгенмен, бейсаналы түрде ұяда көрген нәрсеңізді ұшқан кезде қайталайсыз. Яғни адамды 95% бейсанасы басқаратынын ұмытпағайсыз. Сол себепті де егер үйленбеген болсаңыз, әлі де уақытыңыз бар. Өз санаңызбен, өз бейсанаңызбен жұмыс істеп, осы травмаларды жібергеніңіз жақсы. Ал егерде үйленіп қойған болсаңыздар, және бір-бірлеріңізді түсінбей жатсаңыздар, барынша бір-бірлеріңізбен ашық сөйлескендеріңіз дұрыс. Егер сөйлесе алмай жатсаңыздар, мен сіздерге көмектесуге әзірмін, келсеңіздер болады. Ал егерде тіпті болмай жатса, садо-мазо приветствуется только в постели. Яғни, егерде өзіңізді қинаудан, жұбыңызды қинаудан ләззат іздеп шыдай алмай бара жатсаңыз, онда төсекте 50 оттенков серованы қосып қойып, соны бірге қайталап, бүкіл жындарыңызды сонымен бірге шығарып тастасаңыздар, ары қарай сау қарым-қатынас құруға тіл тапса жататын шығарсыздар.